Шешендік өнер ақындық, жыраулық, жыршылық, айтыс секілді қазақ әдебиетінің өзіндік ерекшелігін көрсететін негізгі жанрлардың бірі. Шынайы шешендік өнер қиялдан тумайды, өмірлік оқиғалар, табиғи құбылыстар түрткі болады. Шешендік сөз өнері жайлы Ахмет Байтұрсыновтың әдебиеттанытқыш деген еңбегінде ол кісі былай дейді: шешендік сөз өнері байымдаманың ішіне кіреді дейді. Байымдаманың басқа тараулары сияқты ақылға әсер ету жағымен қоса, шешендік сөз өнерінің қыздырма, қоздырма деген бөлімі болады. Яғни адамның қанын қоздырып, жанын елжіретіп, кез келген нәрсеге нақты дәлел арқылы соған сендіріп, тыңдарманды өзіне етіп алатын қасиеті болады. Сондықтан сөз арқылы адамды төрге де шығаруға болады, көрге де кіргізуге болады деген қазақтың сөзіне ахаң осындай дәлелдермен келтіреді. Шешендік сөздер көркем әдебиеттің жанрлары ертегі, батырлар жырлары, мақал мәтелдер, жұмбақ, жаңылтпаштар, қара өлең, термелер секілді ойыңды өрістетіп, тапқырлыққа баулып, үлгі насихат арқылы тыңдаушының таным дүниесін кеңейтіп, биік адамгершілік қасиеттерге үндейді. Қазақтар мүдірмей, кідірмей, ерекше екпінмен сөйлейді. Ауызекі сөйлеп отырғанның өзінде сөйлеген сөздер ұйқаспен, ырғақпен келетіндігі соншалық, бейне бір өлең екен деп таңғаласың. Василий Радлов. Олар сонымен қатар қазақ даласында әлеуметтік қызмет атқару ерекшелігімен де дараланады. Сондықтан дана халқымыз шешендікті терең меңгерген адамды киелі санаған. Жүйесін тауып сөйлеген сөзге тоқтаған. Шешендік сөз парасатты ойға, ұшқыр шешімге, тапқыр логикаға құрылады. Қазақтың шешендік сөз тарихы 12-13 ғасырлардағы Майқы би мен Аяз билерден басталып, 14-15 ғасырлардағы Жиренше шешен, Асан қайғы есімдерімен жалғасып өркендей түсті.